Ассалаумағалейкум. Осы орайды пайдалана отырып, мен бүгін 25-ке толып жатырмын. Бәрі құттықтап жатыр. Рахмет, Facebook достарым ғой бірінші құттықтап жатқан. Мына мен ең бірінші мына еккенде мен айтып едім. Мына жерге неге егіп жатсыңдар? Мына жерде бір су жүреді ғой деп. Су келеді ғой деп. Су бірақ осыған жетпеген екен. Бір жағынан, екіншіден маған ешкім жауап бермесе де мен естідім, мына төзімтал суға төзімтал не екен, терек екен бұл деген. Бұл бағанаға пағарный жақта бар, және де мына енді кейбір жерге шықпай қалған жеріне қайтып еге қойсаңдар күшті болар еді. Жақсы, енді қазақ елім, қазақ жұртым. TikTok парақшама салдым. Негізі Facebook парақшамда күшті боқтамайды, балағаттамайды. Мені бір адам жамандаған көрген жоқпын Facebook'тан. Facebook'та тек қана бағана Әблязовтың Серікжан Біляш деген сияқты сондай бір жаман адамдар бар енді. Бірақ оларды көп жазған көрген жоқпын. Енді мен мына TikTok парақшамды Хиуаз ауылындағы кімге арнағым келіп тұр. Жанарка, ағылшынша Жанарка 70. Етімін танымаймын, ағамды былай сырттай танимын. Жеңеше деп жүрген бір азаматша еді. Қараңыз, мен осы жерде айтып келейін. Мен бұлай біз қазақпыз да, біз қазақ бола тұра бүткіл Қазақстанға айтқанша өйтіп та мені бағана 3-4 адаммен оқырманым маған жіберді. Маған видео салмаңыздар, 8-700-463-07-31-ге маған жібермей-ақ қойыңыздар. Ол әйел адам айта бере ме, айта берсін. Бірақ мен айтқаным, үйде екі ешкім тұр. Ешкі ол бөлек, жануар ғой. Ол айтуға да келмейді. Ал енді мына милиция қызметкерлері алатын болатын болса, ол милиция қызметкерлері де сізден арақ, сіз ішімдік сатасыз ғой. Пиво сатасыз, дүкеніңізде, әлім деген дүкеніңіз бар екен. Ал жақсы, саттыңыз. Сатқанда енді сол милицияларды мақтап жазатындай, олар сіздерге не бағанағыдай көрінді дегенім ғой. Мақтаған бұтына чар дейді. Оларды бағанағыдай әкім бар, әкімдер бар мақтайтын, және де құзырлы органдар өздері марапаттайды. Бірақ мен соны неге марапаттайды, неге айтасыңдар деген бір сөзімді мені әлемге жариялап, тіпті жақсы болды жариялағаныңыз. Бірақ мен сізге айта кететінім, ибалы, инноватты тәлім тәрбие бергіңіз келсе, сіз бірінші орамал тағып алыңыз басыңызға. Алланың үкімі бұл орамал. Екіншіден, ер адамдарға айтатыным, соны тасымай, онан да марапаттағанша бұл милиционерлерді қылмыс болмауға, олар жұмыс жасасын, қылмыс болмауға. Мына Шерзат, мысалы, бауырымыз құрықталды ғой балдары. Соған риза ма, риза емес па, мысалы. Ал бәрі жамандайды, ал біреу келіп мақтайды, даттайды. Оларды мақтайтын органдар өздерінің бөлімдері бар ғой деген ниетпен соғып жатырмын. Жанарка 70, естіп жатсаң. Ал енді бұл видеоны алып тастаған жақсы, алып тастамасаң басыңа орамал тағып, Алланың үкімін орындауыңа Алла нәсіп етсін. Ішімдік сатуға мен қарсым. Бүткіл Қазақстан ішімдік сатпаса екен деген ойдамын. Міне. Ішімдік сатпаса керемет қой деген. Айта кетейін, менің руым Беріш Есенқұл. Және де мені ешбір осы Қазақстан мемлекетінде ешбір бағанағыдай көляма деп бағанағыдай мені орысқа теңеп бір Атырау тіл майданында мені жазып қойып еді бір адамдар. 3-ші орынға салып қойыпты. Біріншісі Ким Тен, корейский жігіт Владислав, екіншісі тағы біреу Бибігүл Әбдіғали деген болды. Тағы біреу мені салып қойып еді. Бұл орыс қазақша сөйлеп тұрған қай орыс екен деп. Ал оған ризашылығым, оған өкпелеген жоқпын. Бірақ та жасап жатыр. Бұларға да дым өкпеміз жоқ. Бұлар да жұмыс жасап жатыр. Су келген жоқ. Ойлап қараңыздаршы. Су келді. Августте, тамыз айында, қыркүйек айында бұл су дым болмайды. Мына осы жер ғой негізі айтайын дегенім. Бірақ бағанағыдай Жанаркаға да айтып жібергенім мен айтты екен, мен соған жауап беріп жатырмын. Ал бүткіл әлемге айтатын болсаң, бағанағыдай орамал тағып басыңа, және де ішімдік сатпай, ішімдігің
лицензияның бар шығар, бірақ сонда да бір ибалы, күшті тәрбие, тәлім-тәрбие беретін жастарға сондай айтсаңыздар өте керемет, және де өз қазағымызды, өзімізді жамандамайық деген ойда бар ғой. Өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте дейді ғой. Сол сияқты өзге ұлтты да жамандаймын, иә. Бірақ мына қазақтың қыздары, қазақтың ерлері сақталып батыр. Үйде бағанағыдай отағасы ер адам болу керек қой. Соны мына қазақтың қыздары бағанағыдай өзбек ағайындарды кіргізіп алып, қырғыз ағайындарды қолына кіргізіп алып, бағанағыдай әйел адамдар бағанағыдай үйдің отағасы болып, бағанағыдай машина көліктерін жүргізіп, тізгінін жүргізіп, тағы үйдің шаруаларын бәрін осы әйел адамдар жасап жатыр. Шежіреге неге енбей қалдық қыздар? Көрдіңіздер ма? Сол сияқты еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бір-біріміз сөкпейік. Және де бұл Жанарканың оқырмандарына жіберуімізді сұраймын. Ал басқа мен ештеме айтпаймын. Мен енді бұл Хиуаз ауданының адамына мен қарамаймын да, және де өтіп кетемін өзінің айтуы бойынша. Ал сонда киелі топырақ Хиуаз әжеміз алғашқы қыздардың алғашқы батыр қызымыз, ұшқыш қызымыз Хиуаз Доспанова ауылында ішімдік сатып, бүйтіп далбаса әңгімелер айтатын азаматтар маған керек емес. Иә, қазақ өз қазағын жамандамасын, бірақ өзге ұлтты айттың бағана, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегендей, бұл басқа шығармау керек. Түрік, араб, қырғыз, қазақ, қалмақ, моңғол азаматтар келіп жатыр бізге, итальянецтер келіп жатыр. Соларды басқа шығармайық, қолдарына кіргізбейік деген ойда мен сіздерге хабарласып отырмын. Бірінші тәлім-тәрбие, бағанағы анаға айтып отқаным, апаға. Екіншісі, маған тіркеліп кетіңіздер. ЮСР 872-870-887. Және екінші аккаунтым, ол мына басып қалсаңыз тіркеледі. Осы аккаунтым тіркеледі. Үшіншісі тағы да басқа Коля 872-870-887. Аматта болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына жерде жұмыс істеп жатыр екен. Аз кеткеннен кейін, шамалы отыра тұрайын. Кеткеннен кейін ана нені көрсетейін дегенім сіздерге. Кезінде осы жерде су келген, осы жерге мына 1979 жылдары су келген. Осы жерге біз әрбір адам үлес қостық. Ал болды. Көп айтпаймын деп бағанағыдай айттым ғой. Мына Сүйенқара деген адай атамыз бар ғой. Сол мына түркмендер шауып кеткенде, түркмендер бұл Сүйенқара атамыз Құлбарақ атамызға беріш, ата ұрпағы Қаратоқай беріш жау деймін. Сол ата ұрпағына Құлбарақ атамызға келген екен. Құлбарақ атамызда көмек сұраған. Мені жау шауып кетті түркмендер. Мен семьяларым, жанұяларымды өзім үйде жоқта жау шауыпты деп. Сол түркмендер айтқан екен, Сүйенқараның басын шауып алып келіңдер деп. Сөйтіп жүргенде Құлбарақ атамыз көріпкел ата болған, батыр атамыз болған, айтқан екен: әй Сүйенқара, саспа, сен аман есен келесің, бірақ мен өзімнің қазақ еліне аман келуім екіталай деген екен. Сол кезде түркменнің бәрін, түркменді қуып, Сүйенқараның үйіне алып келіп, мына шетпе жақта басы бөлек жерленген, өз мүрдесі бағанағыдай сүйегі бөлек жерленген. Сонда алып келгеннен кейін бұл адай ұрпақтары беріштерді солай сыйлайды екен, құрметтейді екен. Соны біле жүріңіздер. Және мені құрметтеп, мені құттықтап жатқан жандарға рахмет. Және де бұл Құлбарақ ата намаз оқып жатқан кезде түркменнің бас қолшоқпары, ең үлкені бас уәзірі басын шауып алған екен. Сүйенқараның басын шаптым деп алып барған екен. Сол кезде бас жатыр дейді, қарқ-құрқ күліп, сол кезде бұл түркменнің басшысы болды Құлбарақ атамыз екенін байқап қалған екен. Сол кезде өзінің уәзірін пышақ тығып өлтірген екен. Сондай біле жүріңіздер деп мен сіздерге айтып отқан жайым бар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аматта болайық. Сау болыңыздар. Иә, біздің елде осындай ағайындар. Бір-бірді жамандау, ондай керек емес. Бәріміз бөлінбесек те, қазақ баласы жеті атадан қыз алыспаған қазақ. Міне, тазалап кетті. Бағана бір видеоны түсірдім ғой таңертең. Мына екінші видеом. Қараңыздар. Мынаны енді нету керек.
сыртын қоршау керек, сыртын қоршап бүйтіп әкеліп мына жерге кілт салу керек. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын, амандықта болайық. Ал осы қырылмайық. Адайлар керемет жау жапқанда бүткіл Қазақстанды алған, енді өлінбейік, өлінгенде өржейді. Бірақ кеше тағы бір атамыз айтыпты, ағамыз. Не мынау, не деген не деген не, мен шөмекеймін, мен найманмын деп. Бірақ жеті атадан қызды алысқа болмайды. Сол үшін руымызды білгеніміз жөн.